Zaman өткен сайын адамның ойына көп дүниелер келе береді екен. Мен Әуезов атындағы 2 жылдық театр студиясына әскерді бітіріп келгенмін. Сол кезде Мәкен, Шалқия, Сәуле, Раушан, тағы балалар менен сол жерде жолықтым. Соны бітіргеннен кейін біз Жамбылға бардық. Қазіргі Тараз қаласының театрына. Сонда есімнен кетпейтіні алғашқы гастроліміз ғой Жамбыл облысы бойынша. Соны бітіріп келгеннен кейін біздің баратын жеріміз жоқ. Сонда Қызылорданың жігіті Атақан деген менің бауырым сол айтты біздің үйге барайық деп. Сонда сол жердегі бүкіл коллективіміз сол жерге келіп қондық. Жаңағы сонда байқаймын ғой, кішкентай отырғаннан кейін барлығымыз жатырмыз ғой. Бәріміз бір үйдің баласы сияқты, кәдімгі өмір шүмір болып сол бір бөлмеге сыйдық. Сол әлі күнге есімнен кетпейді. Сол бірлігіміз әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Енді тағы бір есімнен кетпейтіні, осы Мұхтар Әуезовтің Қобыланды спектаклін қойғаннан кейін Марат Жақитов, Сәбира барлығымыз үйге келе жатырмыз. Ол кезде біздің Мәкен Қарабайдың үйінде тұрады. Сонан келе жатқан кезде Марат айтады, ойпырмай жаңағы құртқаны ойнаған актрисаның анау қос бұрымы қандай әдемі. Сол актриса есінен кетпей келе жатыр дейді. Сөйтсе біздің Мәкен қасында келе жатып үндемейді. Сөйтсе Сәбира айтады, ай Марат ай, сен қасында келе жатқан актрисаңды байқамайды екенсің ғой. Мәкен ғой оны ойнаған дейді. Сөйтсе Марат астағфиралла, сондай да уақыт болады екен ғой деп. Енді бір есімнен кетпейтін Мәкен туралы, бұл енді қара кемпір. Мен ойлаймын, Мәкеннің біздің театрда сомдаған рөлдерінің бір шыңына жеткен жері ғой деп. Сонда мен жай корреспондент ойнаймын. Содан мен осы Мәкенді апа деп кеткенмін. Содан әлі күнге дейін менің апам болып келе жатыр. Мен сондықтан Мәкенді осы туған күнімен шын жүрегімнен құттықтаймын, Шәке. Дұрыс, біраз еске салдың сен біздің оқыған кезімізді, одан кейін келіп Тараздағы еңбек жолымызды бастағанымызды барлығында есімізге салып жатырсың. Содан бері қарай міне уақыт деген зымырап өтіп жатыр, 50 жыл болған екен. Біздің студенттік шағымыз, одан кейін өнер жолын осы Жамбылдың Абай атындағы облыстық театрда бастағанымыз әлі есімізден кетпейді. Ол жерде біздің жастық шағымыз, барлық қызықты кездеріміз, балаларымыздың барлығы сол жақта аяқтанып, сол жерде осы жанұялық артистер болдық. Театрдың барлығы ерлі зайыпты болды. Өте бір жақсы труппа болатын. Оны Әуезов театрынан кейінгі мықты труппа деп осы жақсы сыншылардың аузынан естіген бізде. Шынымен де сол кездегі актерларымыздың қазір біразы жоқ. Өзіміздің қатарымыз. Содан қалған міне Мағзұм екеуміз, сіздерде Мәкен, Шымкентте Раушан, ал театрдың біздің қатарымыз бірге 25 жыл бірге жұмыс істеген жолдастарымыз барлығы да о дүние болып кетті. Олардың жатқан жерлері жайлы, торқа болсын дейміз. Енді мынау қуанышты күн Мәкен 70-ке келіп жатыр. Уақыт деген зымырап өтіп жатыр. Қазір енді осы Әулие-ата жеріне біз сәлемімізді жолдап, Мәкенді құттықтағымыз келеді. Творчестволық өсу әлі де Мәкеннің бергенінен осы жасында, 70 жасында үлкен бір рөлдерді ойнап, соны көргіміз келеді. Сахнадан әлі бермеген, шығармаған өзінің образдары бар деп ойлаймын. Соны сіздің Тараз халқы, бүкіл Қазақстан көрсе деймін. 70 жасың Мәкен құтты болсын. Біздер міне осы уақытқа дейін біздің жұбымыз жазылмай, бірге оқығандығымыз, енді студенттік кезде кездескен кезде айтармыз, мынау сахнадан, осындай саған осынау жақтан біз құттықтауымызды жолдап отырмыз. Отбасыңа амандық, деніңе саулық, бала шағаның, немерелердің қызығын көріп, ұжымның ортасында ата, ана, театрдың әжесі, анасы болып жүруіңе шын жүректен тілектеспіз. Біз Мағзұм екеуміз қуаныштымыз. Құтты болсын деп айтамыз. Құтты болсын.